Сыр білдірмеуге тырыс, жарайды ма? Жарайды, бірақ тік өтірік айта алмаймын, ше? Бері қара, астаяқ жеген жақсы ма, немесе бір рет өтірік айтқаның жақсы ма? Екеуі де жаман. Не дейтін ау? Бір рет өтірік айтқаның жақсы, түсіндің ба? Соңғы рет сені тыңдаймын. Серік! Ше тыңдамаймын. Әй, Серік! Тыңдаш, мамаң дауыс шығып жатыр. Қайда жүрсің, а? Мен мамаң дауыс шығып жатыр да. Кеттім. Мен тастап кетпе. Кетпесем болмады. Тірі қалсаң жолығамыз. Кетсең еркек емессің, айттым, бітті. Еркек болмасам болмай кетейін. В общем, кеттім мен. Осыдан үйге келменен оңбай таяқ жесін сен бала. Әдемілеп таяқ жесін менен. Әй, Серік, қайдасың? Тұқымың көбегір, қайда жүрсің, а? Бүкіл шөп қораны өртеп. Басқа ойнайтын жер таппай қалдың ба сен бала, а? Әлде бізді білмей қалады деп ойладың ба? Бері кел бері. Не істеп қойғаныңды білесің ба сен? Тоқта деймін. Тоқта деймін саған. Өтірігін айтып үлгермейді ғой. Короче, не дейді андай? Домашний арест дей ма? Үйден шығармай қойған ғой. Мама, езге сияқты ғой. Ема ойласаңдердің, өзің балаң жетіп тұрса, плоды зән сияқтысың ғой. Бестен белің шықпай жатып, бала туралы айтпай қойшы. Сен просто анекдот па, прикол ма айтып жүресің. Армандо платный емес шығар. Диза. Өзіш күдер емес бірақ. Макс көріп отыр. Ол сенің үстіңе прикол ұстап күліп отыр ғой. Тасташы болды мақыл. Ойға демекші, мен десем бір ойға түсіп кетті. Трагедия ма, драма ма бірдеңе айтып тұрмаш айтыр. Ой, жігіттер, мені білесіңдер ғой. Мен любой жағдайда сайрай беремін ғой. Қазір мына жерде трагедия көз-жастарымды көріп жіберейін ба? Бассейн толық кетемейсің ғой. Бақыт жүзе алмай, ооо, тұнжығы батыр дейсің ғой. Құтқарушылар мен балон жинақтың айтып ше. Басталды. Бірінің сөзін білмей қойыңдаршы. Ой, мақыл. Короче, тыңдаңдар. Менің айтатын оқиғам бір үйдің 7 қыз туралы ғой. Даму! Үлкен қыздың аты Гүлбану ғой. Бір баяғыда Сапош братанның анау-мынау емес, Құдай бере салған 7 қыз болыпты. Анау әлгі ертегі бар ғой, 7 лақ туралы ше. Бірақ бұл оқиға оған мүлдем ұқсамайды. Және арман қуған Арманай жеңгеміз 8-ші перзентіне жүктеген. Қош, жасы біразға жетіп қалған шығар, я? Енді жасы 35-тен енді ғана асты ғой. Примерно бір мектеп бітіре салып үйленіп кеткен ғой. 7 қыздың әрқайсының мінезі әртүрлі. Бірақ бір әке, бір шешеден туғанмен мінезі бір болмайды екен ғой. Сен шо, мынаны қара. Гүлбану жасы 16-да, оқымысты. Қыздардың ішіндегі ең момынсы, қой аузынан шөп алмайды. Үстел басында оқыған ғой. Келесі, Айбану өте бұзық, бокс үйірмесіне қатысады. Братаным, не? Жөндеп сөйлесейші сен? Пап, шатасып кеттің. Туғанның бәрін жылан қолына келістің деші. Жарайды, келісем. Біз сізге көмектесеміз, уайымдамаңыз. Әй, ол не екен? Олар келе жатқан сияқты. Ешқайсың ештеңе білдірмеңдер. Түсіндіңдер ме? Жарайды, білдірмейміз. Көр үйге барайық. Кешкі тамақты жасау керек. Осы әке мен ұш. Бұл қойып кетті ойдың қарты білдіп жүр өзіме. Қуама бірдеңе негізі. Өзіңе бөлмейді, кімге білдірдің? Жоқтар кішкенде болса болтын ордымда су келді. Мақыл болып қойшы, бүгін ауына жазды. Бұл болады сен болын шық. Болды? Кір бол. Жаны. Рахмет аты сүйіп бауырым. Қоңды кірді.
айтыңдар, әдемілеп бір сау жалпы негізі әңгіме өтіп жатыр ма? Қалай өзі? Қызық болып жатыр ма? Ұнатсыңдар ма? Оны тыңдаңдар. Мамасының туған күні ғой. Бәрі жүгірді, зыр, пыр, аняға, мыняға. Сөйтіп тағына, анау кішкентай қыз бар емес па? Кепен ата Ұлмекен. Сол жылайды да жүреді ғой. Не үшін? Мен ақтап білемін. Жылай береді ғой. Үш ona денесі сотқа қалды ғой. Үйін безендіріп тастаған дейсің ғой? Конечно, мамасының туған күні ғой. Сөйтеді да сырттан анау Ұлбақыт деген қызы жүгіріп келеді ғой. Ана типа білгіш қыз емес па? Дәл өзі ғой. Дұрс жүгіріп келіп жатады да. Сөйтіп бәрі қарап қалған ғой анау. Ойлайды да мамаң келіп айтады деп ше. Сөйтіп келеді да. Не десеңдерші? Не деді? Мама келіп жатқан жоқ дейді ғой. Тақталып қой. Мама келіп жатқан жоқ дейді ғой. И сосын? Telefon çözüm жатыр, ансаңашы. Қазір мен келдім. Ало? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл Сапарғали Бекмұратовтың пәтері ме екен? Иә, Сапарғали Бекмұраттың өзімен сөйлесіп тұрсыз. Олай болса тіптен керемет. Мен кіммен сөйлесіп тұрмын?